Менің атым анауыңғанда жақсы ат емес. Мен өзімнің атымды айта бастасам, тілім таңдайыма жарыс қалғандай болады. Жарайды, өткенге өкініш жоқ. Менің атым Қожа. Қожа деген аты бар. Сездіруге батпадымдай бала махаббатымды терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды. Ертең ең озат және үздік оқитын оқушылар лагерьге барады. Біз ертең лагерьге барамыз, ал сен бармайсың. Неге мен бармаймын? Өйткені ол жаққа тек қана озат оқушылар барады. Ал Жанар ше? Жанар менімен барады. Кір Қожа. Маған лагерьге жолдама керек. Қадыр, саған лагерьге жолдама берілмейді. Неліктен? Себебі лагерьге тәртіпті, әрі озат оқушылар барады емес пе? Сонда жантаса беріп, маған бермейсіздер ме? Көшелерге маған даусыңды көтерме. Лагерьге жолдама жоқ. Бермесеңіз қойыңыз! Қадыров, Қожа. Маған ағайға қатты сөйлеген дұрыс болмайды. Бірақ ағай да кету дұрыс емес. Жантасқа жолдама беріп, маған бермей қойды. Ал Жанар жантаспен бірге лагерьге жүр. Өй, қойыңдар. Бұлай өмір сөйлеуші өлгені ма? Ал, өлді. Өлгенім түрін қара. Сен лагерьден қалып кетсен, мен мектептен қалып кеттім ғой. Әкең аямай сабаған шығар, Аямай сабат дейсің ма? Мен жанымды құтқаруға тырысты ғой. Суға батып өлем деп өзенге қарай жүгіргем. Әкем ұстап алып, ойбай балам, сабақ оқымасаң оқыма, өлмеші деп жанымды қоймаған. Ендеше бүгінге не план? Бүгін қыдырамыз. Аса өмір арнасында жалқып сәби сезімменен 10 жыл мектеп партасында бірге отырдық